Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода болмыш өмірінің 17 бөлімін түсіретін боламын. Көбісің білетін шығарсыңдар достар, мен 1,5 ай бұрын транспортный компания алған болатымын. Аты Gold деген. Енді бүгінгі видеода мен соны сататын боламын. Қаншаға саттым, осы видеода көре аласыңдар. Және де мен семьяға тағы да плюс автопарктер алдым. Видеоны до конца қарап кетіңдер. Егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Калининград, яғни 45-ші серверге шақырамын. Серверге кіргеннен кейін /promo деп жазып, менің ERA деген промокодымды жазатын болсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарыңдай, мен транспортный компанияны қазір аукционға қоятын боламын. Міне 100 миллионға қоям, максимум 100 миллионға қойылады екен. Мен 100 миллионға қоям да, мына жаңағы адам 190 миллионға ставка тігетін болады. Но мына жаңа менің компаниямда қазір 4 фура бар. Мынаны мен аукционға қойған кезде ол дейтін госқа слить ету керек. Маған ақшасы беріледі. Но мінекей достар, 100 миллионға қоямыз. Так, ровно 100 миллионға қарап алайық шығырсын. Так, 100 миллион қойдым мынау. 100 болды достар, 100 миллион екен. Достар, қоямыз. Все достар, міне ақшам келді. 120 мың нес? Тек 120 мың келгеніне маған менде 4 фура болды ғой. 4 фура, так 1 миллионнан есептесек 4 миллион келу керек. Ё-моё, что-то баг болып қалды. Ё-моё, мынау не ғой, новый движоктың багы походу бар ғой. То, енді міне аукционда көріп тұрсыңдар, мен транспортный компания номер 14 и ставка уже 190 миллион достар. Енді бізге 3 сағат күту ғана қажет. Достар, сендерге Қазақстандағы ең алғашқы Samp Mobile проекті ұсынамын. Бұл проекттің аты Сәлем РП, қазақша аты. Но Қазақстанда ең алғашқы проект достар. Осы ВК группасын мен ссылкасын описанияға қойып кететін боламын. Обязательно тіркеліп қолдап кетіңдер. Қазақты қолдамаса білмеймін енді. Сондықтан қолдап кетіңдер достар. Міне фотосын көріп тұрсыңдар. Әдемі басталып жатыр. Бастамасы жаман емес достар. Скоро бұл ойын шығатын болады проект. Пока что бұл разработке болып жатыр. Тек телефонға арналған ойын. Описаниядағы сілтемеге өтіп ВК группасына тіркеліп кетіңдер достар. Достар, 3 сағат өтті. Мінекей ставка залог было возвращена. Деньги можно забрать в ревард дейді. Енді ақшамызды алайық. Міне игровая валюта 180 миллион 500 мың рублейімізді использовать етіп аламыз достар. Болды. Енді тікамызды саттық. Мен оны 150 миллионға алған болатымын. Удачно 190 миллионға саттық. 180 миллион Енді міне менің қолымда қазір 185 миллион 800 мың рублей бар. Достар, мен для себя машина алайын деп жатырмын. Tuning time скоро дерзко қылам, бірақ прошивка спорт бар екен. Тема Tesla S деген өздерің білетін шығарсыңдар. Госы дейтін білмеймін қанша екен. Әйтеуір 15 миллион походу. Міне 16 миллионға алатын боламын. Прошивка спорт. Міне еще номерный знагымен беріп жатыр маған. Нормально достар, мен для себя алып жатқаннан кейін, айдап анау-мынау жерге баруға нормально. Бой досы, семьяға плюс BMW X7 көлігі. Міне 8 миллион 430 мың рублейге алып жатырмын. Прошивка комфорт, нормально достар. Негізінде бұның ценасы рыногы 9 миллиондай, 9 миллион 500, 9 миллионның арасында сатылады. Ал мен бұны фастым арзан бағада 8 миллион 430 мыңға алып кеттім. Бұны әрине мен түсін бояп, номерной знак қойып қоям казахский, сосын семьяға қосып қоятын боламын. Подписчигім маған подарки беріп жатыр. Даники Хан деген. Ол дейтін, оның дос баласы 10 миллиондай қадалып қалған, сосын ойыннан кетіп жатыр. Маған подарки берейін деп шешті. Міне көріп тұрсыңдар, серый кейс, шарф, сосын корольдің бір нәрсесі, самолет, крылья ангела беріп жатыр. Міне от души саған осы видеоны көріп отырсаң. Достар, для себя Lamborghini алып жатырмын. Манағы, Tesla бар ғой, вообще управляемый қызық бар ғой. Вообще бұрылмайды. Сондықтан міне мен дерзко Lamborghini алып жатырмын. 15 миллионға прошивка спорт. Мына жақта, пробеги аз. Дерзко достар, госы 20 миллиондай. Тема достар, арзан бағада алып жатырмын. Мана Tesla болса, оны сатып жіберетін боламын. Арзанға болсын, бәрібір.
Достар, былай ашаға данча салмай жүрсеңдер, сендерде детский каспи немесе кивида идентификация болмаса, менің описаниядағы тұрған ВК-ма жазыңдар, мен сендерге арзан бағада данча жасап беретін боламын. Сендер маған ақшасын аударасыңдар, мен сендерге данча жасап беремін сол ақшаға. Но отзывтары бар достар, профилімде қарап кетсеңдер болады. Достар, сендерге семьямның автопаркін көрсетіп кетейін, вообще көрсетпеппін. Ал давайте достар, ең бірінші көзге түсетін міне Lamborghini Urus көлігі, платной номерной знактар барлық машинада, міне Range Rover и Mercedes Ешка, Гелик и Porsche Cayenne достар, Чема спорт прошивкасы бар еще. Енді мына спорт прошивка жоқ Cayenne, бірақ Чема жүреді. Міне короче осы машиналар Porsche и Toyota Camry бірінші рангтарға, и мына жерде Mercedes Acula бар еді, қазір оны көрсетіп жүрейін, біреулер ұрлап кеткен сияқты походу. Так, міне выгрузить етеміз и на месте парковка шығарамыз. Болды. Так, міне достар Mercedes Acula көлігі бар. Чема достар, барлығында блатной казахский номерной знактар и топовый домда тұрып жатырмыз біз. Чема достар, осы семьяға сендерді шақырамын. Короче, енді сендерге манағы біз Lamborghini алдық қой, соны қазір көрсетіп кетемін. Мен оған тюнинг жасаған болатымын кішкене. Ол жақта спорт прошивка болды. Nitro 2X болды. Мен оны 10X-ға ауыстырып сатып алған болатымын. Tesla Model X S бар. Ол манағы алған. Оны мен сататын боламын. Вообще жүрмейді, ол дұрыс жүрмейді. Қатты жүргенмен, бірақ та ол бұрылысы вообще неуправляемый дейді ғой. Міне осы Lamborghini дерзко жүреді. Міне серый цветке және де қызыл түсті подсветкаға ауыстырдым достар. Өзіме ұнайды прошивка. Sport Nitro 10X пен вообще Чема жүреді.